кетирип эле отургум келет. Алдайсыз ба оған? Қалай? Сіздің ақшаңызды жұмсап отырамын дейді. Болды, салон ашып береміз енді, болашақта өз ақшасын өзі жаратып жүре береді енді. Оған Перизат келісетін сияқты. Ал қатысушылар тыңдайық, Тимур. Мен енді айтқым келіп отыр, нағыз ер адаматтың ісін жасап отыр. Ортада отырып алып жылап отқан жоқ, мен күресемін деп. Былай айтқанда нағыз ер адаматтың ісін жасап отыр. 1500 розасымен келіп отыр. Енді менде қолдап кеткім келіп отыр Баласахан. Және де бір ғана сұрақ бар Ғалымжан мен Перизатқа. Енді таныстық жалғасып жатса, бір-бірімен сөйлесіп жатсаңдар, Перизаттың страницасын білесіңдер, Инстаграм парақшасында Нөнимен кәдімгідей бір жақын түскен суреттері бар. Соны алдырып тастайсың ба, әлде тұра бере ме ол естелік болып? Қыздың өзіне сөз келмейтін болса, қыз өзі ойланатын шығар деп ойлаймын. Жоқ, қанша дегенмен де ол суреттер Инстаграмды ашқан сайын, ол Инстаграмды күніге қанша да ашады. Ол естелікте ол қала береді да, ол адамды есінен шығармайды. Сол үшін де мен ойлаймын, ол суреттерді ертең жалғасып жатса, алдырып тастаған дұрыс-ау деймін. Мен айтайын. Тимур, эгерде Галымжан менен таныстык жакшы болуп, бир аздан соң бирок таныстык токтаса, сен мага сөз салсаң, Галымжан менен сүрөттөрдү өчүрбөймүн. Как тебе такой вариант? Ал менин эстелигим, ал менин страницам. Мен өзүм билем, эмне киргизем, эмне жок. Мен өчүрбөймүн. Енді Жоқ, мен Баласахан түсінемін да, егер ол страницада басқа да суреттер тұрса, басқа да қатысушылармен деген сияқты. Ол именно бұрында таныстықта болған адам, енді екеуін білеміз қанша уақыттан бері бірге болып жатқаннан кейін, ол кез келген ер азаматқа саған үміткер болып жатқан адамға ол ыңғайсыз тудыратын сияқты, қаншама оның да қарайтын ата-анасы бар дегенде. Эгерде мен будущем турмушка чыксам, ал адамга, возможно, өчүрөм, бирок мен өчүрбөйм. Один раз говорю, и все, кайра бул суроону бербей келем. ой күшті, енді Баласахан айтып жатыр ғой, енді таныстық басталып жатса деп жатыр ғой, енді сол түсінбей жатқанымыз, бұл енді сенің жай ғана қадамың ба, немесе таныстыққа сөз ұсынып тұрғаның ба? Кішкене бізге түсініксіз болып жатыр. Енді үміткер болып келіп тұр ғой. Таныстыққа Сен келіп тұр ғой. ұсыныс істеп тұрсың ба сонда? Таныстыққа ұсынысым. Ал өзіңіз айтыңызшы. Перизат деп Перизатқа қарап тұрып, қандай ұсынысыңыз бар, соны айтсаңызшы. Орнынан тұрып айтсам бола ма? Мейлі, әрине. Перизат, қарсы болмасаң. Мен осы уақытқа дейін Перизатты қанша уақыт бақылап келдім. Үміткерлері мысалы алдында Қырғызстаннан келген керемет жігіт болды. Одан алдында жігіттер болды. Перизатқа может қандай жігіт керек деген сияқты. Ақша деді бір шетінен. Бірақ ақша бұл қызға негізі маңызды емес екен. Оны түсіндім да. Может, мужественный, более серьезный бала керек шығар. Сол тараптан өзінің талабында мысалы 25-35 деді, бойы ұзын деді. Талаптарынан келіп тұрған сияқты вроде. Сол себепті айтқым келгені, болашақта жақсы қадамдарға сені әйел бақытын көрсеткім келеді. Мен танысып көрсең қалай қарайсың? Баласахан. Жауабын естейік. Баласахан, бір нәрсе айта кетсем. Нұрсұлтан, жауабын естіп алайық. Ұсыныс тасталып жатыр. Егер мені құрметтесең, бұл таныстық басталмайды деп ойлаймын мен. Нұрсұлтан, сен өзің бас тартқан едің ғой бұл таныстықтан. Бұл қалай болып кетсін? Жігіттер? Жоқ, менде жай ғана бір сөз Баласаханмен уговаривать етіп отқан жоқпын. Жай ғана мені құрметтесең, сыйласаң. Сіздің тарапыңыздан дәл қазір манипуляция болып тұр. Сіз бұл кісіге үміткерін қабылдайды, бірақ келіп тұрған үміткермен таныспасаң, Иә, Баласахан, естен кетпес естеліктерді егер есінен шығарғың келсе, бақытты бол. Иә. Адам орнын адам басады дейді Баласахан. Негізі. Білмеймін, менің ойымша адамның ойын бұлай ауыстыру дұрыс нәрсе емес. Менің ойымша біз нақты Перизаттың жауабын жарнамадан кейін бірге білеміз. Ғалымжан мен Перизат ортада және таныстыққа ұсыныс тастады. Және Перизаттың не айтатыны әрине бәрімізге де қызық, естігіміз келіп тұр. Перизат, жауабыңыз. Не күлесіздер бір-бірлеріңізге қарап? Я Баласаханым бираз шок болып жатыр мындай сұхбор. Кече баары жазып жатты ғой. Я тоже подумала, не анча тез сдался деп. Бирок оказывается, готовился ғой. Уақытша деп ойлап қалғансыз ғой, бірақ қазір көзіңіз жетіп тұр сезімінің бар екеніне. Чынында мен эч ойлогон эмесмин мындай кадамдарга барат деп Галымжандын. Жауап. Чынында мен Галымжан менен бир жакын сүйлөшкөн эмесмин ни разу. Бирок эр азамат предложение кылгандан кийин я танысып көрөлү. Танысып көресіз. Бізде, құрметті көрермен, жаңа таныстық басталып жатыр. Ғалымжан мен Перизат таныстығы.
Ал барлығы өте әдемі болды. Енді сіздерді жайғастырайын, себебі алғашқы кездесуге барасыздар. Алдағы сіздердің өздеріңізді не істейтін әңгімелеріміз алдағы күндер эфирде көрермен көре жатасыздар.